Сабақтың тақырыбы ұлттық құндылық неге құнсыздануда? Сабақтың мақсаты вербалдық элементтерді қолданып, сенімді және еркін сөйлеу. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздер тізбегі. Шағым, біреудің үстінен айтылған арыз. Сес көрсету, қорқыту. Сүйеніш, қолдаушы, қамқоршы. Шеттей, кішкентай. Көңілі тоқ болу, риза болу. Бейшара, байғұс, сорлы. Берілген тапсырманы орында. Сөздердің лексика-грамматикалық амонимін тап, кестені толтыр. Сөздер реті: көш, шақ, тең, ес, сүйеніш, шеттей, тоқ, ауқатты, күй, бейшара. Өзіңді тексер. Сөздер реті мен лексика-грамматикалық амонимдер қатары. Көш, қоныс аудару, керуен. Шақ, мезгіл, іс-әрекет. Тең, бірдей, лайық, сай. Ес, ақыл-ой. Ескекті су ішінде ілгеріңді кейінді қимылдату. Сүйеніш, қолдаушы, қамқоршы. Тіреуіш. Шеттей, кішкентай, азғантай. Тоқ, тамаққа тойған, әлді. Ауқатты, дәулетті, тұрмыстылау. Күй, музыкалық шығарма. Ахуал. Бейшара, сорлы, байғұс. Ұлттық құндылықтар неге құнсыздануда? Өз пікіріңді дәлелдеп айт. Мәтінді оқы, әр абзацқа тақырыпша қой, соңында мәтінге тақырып қой. Тақырып пен тақырыпшалардың арасындағы байланысқа мән бер, олардағы тірек сөздерді анықта. Отбасы адамның әлеуметтенуінің ең маңызды тетігі. Баланың қандай адам болып қалыптасуының іргетасы отбасында қаланады. Адамның алғашқы ұстазы отбасы мүшелері, ата-анасы, ата-әжесі, аға әпкелері. Олардан бала аяқ киімінің бауын байлауды ғана емес, болашақ өміріне қажетті мақсат қоя білуді, сенім білдіруді, қарапайым қарым-қатынас жасау әліппесін үйренеді. Бала білім алуға, өзін өзі бағалауға, қажетті өмірлік дағдыларды өзгелермен ашық сөйлесу, еркін қарым-қатынас жасау, басқалармен тез тіл табысу, өз ойын дұрыс жеткізе білуді отбасынан үйренеді. Отбасының ұлты мәдени деңгейі, діни сенімі, баласына көңілі тоқ болуы, баланың ауладан бастап мектептегі, қызмет барысындағы өмірлік ұстанымдарын қалыптастырады. Ол адамның әлеуметтік ортада өз жолын табуына, өзін өзі дамытуына, өз бойындағы табиғи қабілеті мен мүмкіндіктерді дұрыс бағалап, сарқа пайдалануына ықпал етеді. Сондықтан да отбасы ең маңызды әлеуметтік мәселе саналады.
Дегенмен, ақпараттық технология қарыштап дамыған бүгінгі заманда бала тек отбасының тәрбиесімен шектеліп қалмайтынын көрсетіп отыр. Сондай-ақ, жасөспірімдер америкалық хип-хоп музыканы тыңдап, пепси ішеді. Ямайка регги концерттеріне қызығады. Гарри Поттер туралы кітаптарды оқиды. Голливуд, Болливуд фильмдерін көреді және тағысын басқа. Бұқаралық мәдениеттің осы элементтері көңіл көтеруге ғана емес, мәдени құндылықтардың өзгеруіне де ықпал етеді. Өзгелердің дүниесін танып қана қоймай, ата-аналары үшін аса маңызды саналатын отбасы, қоғамдық құндылықтарға деген көзқарасты өзгереді. Сенімсіздік туындайды. Олар үшін ұлттық құндылықтар құнсызданады да, еліктеуге жол беріледі. Салдарынан отбасындағы кикілжің, ата-ана мен баланың арасындағы түсініспеушілік, тіпті кейде сес көрсету белең алады. Ата-аналар шағым жасауға мәжбүр болып жатады. Әсіресе шеттей баласы бар. Көп балалы отбасыларда жоқшылықтың салдарынан бейшара ата-аналардың балалары қандай ортада жүргенін бақылауға мүмкіндігі бола бермейді. Мұндайда баланың өзіндік санасы маңызды рөл атқарады. Балама жауаптар мен өз жауабыңды салыстыр. Бірінші тақырыпша. Баланың адам болып қалыптасуының іргетасы отбасы. Екінші тақырыпша. Баланың өмірлік ұстанымдары. Үшінші тақырыпша. Мәдени құндылықтардың өзгеруі. Мәтін тақырыбы. Отбасы адамның әлеуметтенуінің ең маңызды тетігі. Тірек сөздерді тексер. Бірінші абзац тірек сөздері. Тетігі, іргетасы, алғашқы ұстазы, өмірлік дағдылар. Екінші абзац тірек сөздері. Өмірлік ұстанымдары, әлеуметтік орта, табиғи қабілеттері мен мүмкіндіктері. Үшінші абзац тірек сөздері. Ақпараттық технология, мәдени құндылықтардың өзгеруі, ұлттық құндылықтар құнсызданады, түсініспеушілік, баланың өзіндік санасы. Болашақ ата-ана ретінде бала тәрбиесінде міндетті түрде қолданылуы тиіс және мүлде қолданылуға болмайтын іс-әрекеттерді анықтап айт. Міндетті түрде орындалуы тиіс іс-әрекет. Мүлде жасауға болмайтын іс-әрекет. Оқу тапсырмасы. Қоғамдағы қиын балалар мәселесін қалай шешуге болады деген тақырыпта қажетті дереккөздерді зерттеп, әлеуметтік теңсіздікке қатысты мәліметтерді нақты статистикалық деректерге сүйене отырып, өз ой толғауыңды жаз.